достар, сәлем бір кезі тарнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге модты көрсететін боламын, яғни Brawl Starsқа. Яғни мен сіздерге алдыңғы видеороликта мына видеоға көп лайк жиналса, мен бұған осы модты ссылка описанияға қойып, осы видеоны шығарам деген. Енді достар, бұл модты мен сіздерге обзор жасап көрсетіп боламын. Және де өзім ойнаған кеше ссылка описаниядан смело басып скачать етіп өзіңе ойнай аласың. Бірақ та ойынды жазбай тұрып, маған лайк басып подписка жасап кетші досым. Рахмет подпискаларыңа, лайктарыңа, мені көріп отырғандарыңа. Ал енді бүгінгі видеода біз осыған обзор жасайтын боламын. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Ассалаумағалейкум достар. Так, мен сіздерге былай айтқанда модты көрсетемін, обзор жасаймын. Яғни бұл кәдімгі көздеріңіздің Brawl Stars'таңыз, бірақ та түрлері басқа, скиндер басқа былай айтқанда. Ал енді достар, сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, мынандай скин сен қайдан алдың? Достар, бұл скин емес, жай ғана қараңыздар. Динамайқа кірсең, өзі осындай болып тұрады. Яғни бұл мод емес, бұл мод. Ал енді видео ссылка описаниядан сразу скачать етпей тұрып, сен мынаны ескеріп ал. Сен бұл Brawl Stars установить етілу үшін өзіңнің телефонында тұрған Brawl Stars'ты удалить етіп, осы Brawl Stars'ты жазып ал. Әйтпесе мына мод қосылмайды. Сосын өзіңнің аккаунтына кіріп смело ойнай бересің досым. Ол үшін ойымдама аккаунтын жоғалтып алам деп. Ал енді бұған обзор жасап кетейік. Бұл модта кейбіреуінде скин жоқ, ал кейбіреуінде скин бар. Мысалы, бұлды қарасақ, бұлға скин жоқ. Шеллиға қарасақ, Шеллидікі Леонның скині. Яғни былай жатқанда, бұда бізде Леонның скині. Қарап өтейік. Такс, бұны қазір біз выбрать деп таңдаймыз. Және де одиночныштыға кетеміз де, бұны ойнайтын боламыз. Ал енді кеттік. FNAF мод деп тұр, яғни бұл FNAF мод деген сияқты. Бірақ FNAF модын ешқандай жақсамайды. Былай жатқанда бұл Шеллидің атымен атады. Достар, менен бұл жерде Wi-Fi етіп қалды, яғни көрген шығарсыздар. Ал енді менде бұда интернет лагать ететіндіктен мен сіздерге былайша айтқанда дружеский иградан көрсететін боламын. Онлайн иградан көрсетпей қойын, өйткені қазір менде интернетім кішкене нашар болып тұр, сондықтан да кеттік дружеский играға. Достар, мен сіздерге қандай скин ұнап кетті, комментарияға жазып смело жазсаң болады. Ал енді мынау бізде El Primo. Яғни бұл FNAF-тың беті денесі, El Primo'ның денесі былай жатқанда. Ал мыналарға скин жоқ. Былайша айтқанда бізде мынаған скин бар. Ал енді айтып отырсақ, біз бұл Барлидің волшебник Барлиді өзгерген жоқ, жаңа Барли өзгерген. Ал енді мына біреу Рикуны қарап отырсақ, бұл Олд Рикошет дейді. Олд Рикошет аты осындай. Ал бұл енді қан Рикошет, ал мынау болса мына Рикошет достар. Прикол енді. Бұлардың бәрімен қазір ойнап көреміз. Ал енді Динамайқа келсек, Динамайқымыз бізде кәдімгі скинға ұқсайды екен. Ал мыналар пока что өзгермеген. Былайша айтқанда ең қызығы ол Пук өзгерген. Пук бұл тоже өте керемет скинға ие. Бұның қалай өзгергенін көрдік. Ал енді Дэрилдың қарап отырсақ, Дэрилдікі өте керемет, жай ғана скин емес. Бұның артында ең қызығы Воронның, яғни оғы қадалып тұр. Бұл Ворондікі ма деп сақындыға өте қатты Ворондікіне ұқсайды, менің ойымша бұл Ворондікі. Ал енді келесі біздігі бұл Тик. Яғни Тиктікі де өте керемет жасалған, ал қалғандарының скин жоқ. Ал енді мына жақтан қарап отырсақ, бұл Фрэнк. Фрэнктікі сап-сары ма, оранжевый ма, біртүрлі түс екен өзі. Фрэнкте осындай скин шығарыпты, білмеймін не үшін шығарғанын. Ал енді біз кеттік. Боянка қатты өзгертті деп айта алмаймын, себебі бұның басы ғана өзгертті бер жағы. Ал енді Макс Тара дегендерге шықпаған. Ал мына бұл Спрауттікі достар қарап отырсаңыздар, бұны өте керемет скин. Бұл типа плохой Спраут дегендей. Ал мына Спайкқа қарап отырсақ, бұны көп костюм киіп алған, классический киім киген, бабочкасы бар, Джентльмен Спайк дегендей. Ал мынау бізде Леон достар. Бұл Леон былай айтқанда көзі әппақ сарта розовый. Ал қалғандарының жоқ, сенде ғана жоқ достар. Бұл аса қатты күшті мод болмаса да, сонда да менің ойымша сіздерге ұнап деген ойдамын достар. Енді бұл модты мен былайша айтқанда Google-да отырып тауып алдым. Яғни өзімнің ойымда болған сіздерге жаңа мод шығарып көрсететін видео түсірсем деген ой болды. Ал енді достар, осымен біздің былайша айтқанда видеомыз тамамдалып тұр. Біз қазір бәрін испытать етпейміз, былайша айтқанда Спрауттығына испытать етіп жатырмыз. Енді кеттік бұл Спраутты испытать етіп
баг сияқты бірдеңе болды. Мына бір робот былай жер бетіне тағы келіп кетті. Бұл баг енді керемет баг деп ойлаймын, бірақ та бұл багқа тіркеп айтса да болады. Достар, осы біздің видеомыз тамамдап қалды. Лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Әрине бұған мен ссылкасын қоямын достар. Ссылкасын қойып өздеріңіз бұның бәрін испытать етіп ойнап көре аласыздар. Мен сіздерге бәрін әзірше көрсетпеймін енді достар. Кімге бұл видеоны да лайк басып, подписка жасап кетіп, коммент жазып кетсін. Ал ендеше біздің видеомыз осымен тамам. Сау саламатты болыңыздар.